Бисмиллахи-рахмани-рахим. Ассаламу-алейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін осындай ерекше әдемі көйлек тігетін боламыз. Ол үшін бізге 4-4,5 метр шелк матасы керек. Осындай жел безектерімен астыңғы бөлігі сонса клеш болып келеді. Ең алдымен етегін пішіп аламыз. Матаны екіге бүктедім, ұзындықты алдым және беліне бір 20-25 сантиметр қостым. Сонда бізде 105 ұзындық болса 2,5 метр етегіне кетеді. Сонса клеш пішу осы каналда бар, көріп алсаңыздар болады. Міне осылай пішеміз. 105 сантиметр алып, белін екіге бөліп алып, осылай пішеміз. Барлық сонса клештің етектері 0,1-0,1 қайтарылып тігіледі. Бірақ бірінші адамның үстіне киіп көру керек, себебі матаға байланысты ойнайтын болады етегі. Енді үстіңгі бөлігін пішеміз. Мынау алдыңғы бөлік, алды 3 бұрыш болып келеді. Және артқы бөлігі вытачкин осылай алып тастаймыз, беліне келгендіктен вытачки түсірмейміз. Және мынау артқы бөлігі 1,5 сантиметр қалдырып, артында 3 бұрыш етіп, тігіске қалдырып пішіп аламыз. Енді жел безегі, жеңінің жел безегі, бұл да сонса клеш етіп пішіледі. Міне қараңыздар, осылай екі жағына 2-2-ден 4 сонса клеш, ұзындығы екеуінің біреу қысқалау, 5-10 сантиметрге талғамыңызға байланысты аласыздар да екеуін пішіп аласыздар. Ортасын кесеміз сонда, және алдыңғы полоскасын осылай арасына дублерин жапсырып, екіге бүктеп, үтіктеп аламыз. Ұзындығы алдыңғы белінен артқы беліне шейін ұзындықты өлшейміз. Және осылай желбезекті тігіп болғаннан кейін осылай бір-біріне қосатын боламыз. Одан кейін желбезекті міне қырықтым ортасынан, бірін үстіне бірін тігіп, міне қараңыздар, осылай бір-біріне беттестірдім. Екі иығын қостым. Одан кейін осы мойыннан бастап тігетін боламыз. Мынау екі жағы, мынау алдыңғы желбезекті осылай үстіне қойдым, екеуін қойып тігеміз да, жаңағы полосканы үстінен тігетін боламыз. Біздің үстіңгі бөлік дайын болды. Артына потайной замок тігеміз. Беліне жаңағы юбкамызды тігіп қосатын боламыз. Сонса клештің етегін 0,1-0,1 қайтарып тігеміз. Артқы бөлігінде замок, алды осындай 3 бұрыш және тастармен әдемілеп тігетін боламыз. Міне осы полосканы алдына осылай тігеміз. Беліне юбкасын қосып тігіп, көйлегіміз сомен дайын болады. Қолтық жағын желбезектен көрінбегендіктен косой бейкамен обработка жасап тігетін боламыз. Уақыт өте тығыз болып тіккен заказ болғандықтан осылай тез түсіндірдім. Осылай өздеріңіз көріп тұрғандай алдына тас тігілді. Әдемі көйлек болып шықты. Фасоны ерекше. Өздеріңізге осылай тігіп алсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.